Салем достар, бүгін өте дәмді окорашкадан қуырдақ жасайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей мен тауығымның етін жақсылап турап алдым. Осылай турап аласыздар. Мінекей картошка, пияз барлығын осылай турап, 50 грамм май құйып, табада пісіретін боламыз. Дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей оттың астын енді баяу қойып қоямыз. Біраз қуырылған соң пиязымыз бен тәтті бұрышымызды, сәбізімізді барлығын салатын боламыз. Өйткені етіміз тауықтың еті болғандықтан тез піседі. Тауықтың етінен қуырдақ жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Біздің үйдегілерге, балаларға осы ұнайды, керемет болып шығады. Әбетке тез жасап беріп жіберсеңіздер, балалар сабаққа жеп кетеді, әрі тез піседі. Достар, мен видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Картошкамызды салып, тағы да кішкене тұз салып жібереміз. Сосын бақтырып қоямыз. Бұрыш салып, қызыл бұрыш салып, дәмдеуіштерін өздеріңіздің қалауыңызша жасай бересіздер. Қызыл бұрыш салып жіберемін мен. Дәмдеуіштерін салып жасасаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Мінекей жарты сағатқа бұқтырып қойдым. Мінекей тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сочный, өте дәмді болып шықты. Керемет болып шықты. Сіздер де мен видеома қарап жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесіде видеомды өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен күнде неше түрлі тағамның рецептін салатын боламын. Өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Картошкамыз да, етіміз де әдемі болып пісті. Суы шығып, мінекей сочный қуырдақ болып шықты. Сіздер де балаларыңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Мінекей барлығы жұмсақ болып пісті. Каналыма подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ас болсын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.